бір история есіме түсіп кетті да. Шымкентте жиенім, мен и жиенім досы үшеуміз жүрміз паркте ғой. Сөйтіп ол кезде жасымыз примерно қаншада, бір 17-18 ба, сондай. Сол жас. Олар менен бір жас үлкен. Содан кейін паркте жүреміз ары бері. Сөйтіп кафеге барамыз, парктың кафесіне барамыз. Жаз ғой, күн ысып тұр. Үшеуміз отырамыз. Ол кезде кішкене енді былай сырадан алып отқанбыз ғой. Бір кружка кетті, одан кейін барып что-то порожняк болып отырдық та яқта. Бүйтіп бірімізге қарап отырып, порожняк ұстап отырып, короче. Тым қызық емес. Содан кейін барып мен тұрдым да былай. Ол кезде мен кішкене шустер едім да, андай. Шустер болғанда қалай? Білмеймін, әйтеуір андай. Қыздармен тіл табысу жақсы еді ол кезде. Қазір ондай емес қой. Сөйтіп шығып кеттім да. Мен қазір келемін дедім. Сөйтіп паркте жүрмін ғой, ары бері. Бір скамейкада бір екі қыз отыр екен. Сосын қастарына былай түрлеріне қараймын, былай фигура тұр. Нормально, былай нормальный қыздар ғой. Деп ойладым ше. Содан кейін барып барам да, қастарына отырам да. Сосын қыздар, сендер біреуді күтіп отырсыңдар ма деймін ғой, короче, қастарына барып. Сосын олар айтады: жоқ, біз құрбыммен осы жақта демалып жүріп, қыдырып жүріп дейді да. Сосын айтамын: біздің компанияға қосылмайсыңдар ма деймін ғой, короче, біздің компанияға. Біреуі сөйтеді да: қаншасыңдар сендер деп қояды. Сосын үшеуміз деп қоямын. Мен үшеу деймін. Біз ана жерде осы парктың несіне, кафесіне отырық десек, жүрсеңдерші бізбен бірге отырсаңдаршы деймін ғой, короче. Сосын екеуі жарайды деп сөйтіп жолда енді паркке келгенше танысып, былай аттары кім, анау мынау деп аттарын айтпай ұмытып қалдым да, аттары кім екенін білмеймін, даже баяғыда ғой енді ол. Сөйтіп отырып ана екеуі қарасам әлі отыр екен, бір-біріне қарап отырдық. Содан кейін барып отырып, қыздар не жейсіңдер, не ішесіңдер, заказ бере беріңдер деп қоямын ғой. Қалтада ақша көп сияқты. Ана қыз бүйтіп, екеуі менюді алып былай. Біз пиво ішіп отырық қой енді. Сосын мына жақта жиенім айтып қояды ғой: өздеріңе заказ бере беріңдер деп қояды ғой. Содан кейін ана екеуі біз сияқты, короче, пиво алды. Сөйтіп пиво әкетіп жатыр. Мен уже екі кружкадан кейін ішкім келмей қалды. Пиво андай онша мұздай болған жоқ та. Алар әкетіп жатыр. Одан кейін отырып әңгімелесіп отырық қой, ары бері енді әңгіме кетіп қалды. Уже кәдімгі таныс, бір жылдай бірімізді білетін адам сияқты болып қалдық. Сөйтіп бүйтеді ғой аналар, екі қыз. Енді пиво ішіп отыра береміз ғой дейді да. Содан кейін біз бірімізге қараймыз да: квартираға барайық та деймін да. Содан кейін ана қыз: жарайды, барсақ барайық дейді. Бірақ ол жақта не істейміз дейді ғой. Барамыз да, шын отырамыз, әңгімелесеміз, ойнаймыз деп қоясың ғой, короче. Карта ойнаймыз, анау мынау деп қоясың, короче. Жиенім дос айтады: как раз менің үйімде бүгін ешкім жоқ дейді да. Бәрі кетіп қалған дейді. Давай осы үйіне барайық дейміз, короче. Сол үйіне барамыз. Сөйтіп барамыз ары бері, короче. Сосын үйіне барғаннан кейін жолдан тағы да анау оны алады да, енді ары бері. Сөйтіп үйіне кіріп ішіп, анау не музыка қояды, короче, сөйтіп билеп. Уже түнге жақындап қалды сағат, примерно 11 ма, 12 ма, сондай болып қалды сағат. Содан кейін уже андай отыр да, вальс қойды, короче, вальс билеп, құшақтасып, былай. Енді 3-2 ғой, енді екі қыз. Содан кейін барып қалай бөлісеміз деген сияқты сондай әңгіме кетеді ғой, енді қалай не істейміз деп. Далаға шығып кеттім да. Айға қарап тұрмын ғой. Короче. Мына жақта андай не болды. Бір бұлақ па, сондай бар екен ол жақта. Сол бұлақ ағып жатыр да, былай. Судың несі андай дауысы, мына жақта ай көрініп тұр. Қарап тұрдым да. Болмайды бұл деп. Сосын үйге кірсем, уже аналар әлі отыр, сөйлесіп отыр уже. Бір-біріне жақын отыр да былай. Содан кейін барып бүйтіп қыздарға түріне қарадым да былай. Сендер не жүрсің ау деп айттым, короче. Сендер қыздарға жаңағы: не жүрсің мынау? Сендердің әке-шешелерің сендерге қандай тәрбие берді? Қазақтың қыздарысыңдар. Не жүрсің мынау сендердің? Ішкендерің анау, шайтанның сідігі. Тәрбиелерің қайда сендердің? Ұят қайда? Ар қайда? Намыс қайда? Деп сөйтіп айтамын ғой қыздарға ше. Кәдімгідей енді көтеріліп кеттім, шыны керек көтеріліп кеттім. Сосын ана жиенім маған бүйтіп қарайды да:
қума деп, короче, анау мынау мені алып кетеді да былай. Алып кетіп, сен қуасың ба деп, короче, не істеп жатыр да маған. Ана қыздар дайын тұр ғой, анау мынау деп. Сосын мен болды деймін, короче. Мақұл болды деймін. Сөйтіп кіріп қалсам, уже ана қыздар киініп алған ғой уже. Киініп біз қайтамыз деп қояды. Біз ондай қыз емеспіз, сендер ойлаған, біз нормальный қызбыз деп қояды, короче. Біз ондай қыз емеспіз. Әшейін бүгін бір былай далаға шығып көңіл көтерейін деп едік. Ол да болмады ғой деп екі қыз кетіп қалды, короче. Сосын үшеуміз қалдық, короче. Үшеуі бір-бірімізге қарап қоямыз. Деп. Сосын бүйтеді ғой. Жаңағы жиенім досы. Берекет, неге сен дұрыс істедің деді, короче. Егер қазақтың жігіттерінің бәрі осындай болса, сен сияқты болса, біздің қыздарымыз бұлай бұзылмайтын еді дейді, короче.